Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Видео басталмастан бір менің арныма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және де келесіде сіздерге қандай видео сүрейік, соны да комментарийға қалдырып жазып кетіңіздер. Сіздерден міндетті түрде сіздердің сұраған видеоларыңызды видеоға түсіріп салатын болам. Алдағы уақытта қандай тауық аламыз, және де тауықты жұмыртқа тумаған тауықтарға не істейміз, қандай витамин береміз, тауық ауырғанда не істеу керек, соның барлығын сіздерге видео ретінде түсіретін болам. Әзірге сіздерге өзіміздің нөлден бастап жатқан мини фермамызға, мини құс шаруашылығымызға видео түсіріп жатыр. Енді бұл жерде менде қазіргі таңда индооткалар келіп жатыр біздің қорамызға. Енді алдағы уақытта тағы да тауықтар аламыз. Біздер сосын тағы да қаз аламыз, үйрек аламыз. Үйректің қандай түрін алған дұрыс, соны комментарийға қалдырып кетсеңіздер жақсы болатын еді. Осы енді бізде қазір 4 аналық индоотка бар. Енді біздер 2 аталық индоотка аламыз, және де 2 аналық индоотка аламыз. Сол кезде бір аталыққа 3 аналық бастан келеді. Сол дұрыс па? Или болмаса бір аталыққа 2 аналық жарай ма? Соның барлығын комментарийға жазып кетсеңіздер жақсы болады. Және де біздің фермамыздың минус кемшіліктері болса, тоже комментарийға жазып кетіңіздер. Осылай істе, осылай болмайды, осылай жаса деген сияқты. Соның барлығы бізге көмектеседі. Және де менде өзімнің опытыммен сіздермен бөлісетін боламын. Әзірге бізде осындай жаңалықтар болып отыр шаруашылығымызда. Біздер қазіргі таңда бұларға бидай беріп жатыр. Енді алдағы уақытта яшмин аламыз, және де кебек бар. Яшмин, кебек, бидай аламыз. Сол үшеуін араластырып тауықтарға беретін боламыз. Балапан Адлер Атешко. Құтақандай үшеу болған тауықтарға секіріп қырылып жүр. Жақсы достар, келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.